Қайырлы күн достар. Бүгін біз миксерді таразыны қажет етпейтін ең оңай, ең дәмді торт жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқа, 1 шай кесе құмшекер, 2 ас қасық күнбағыс майын салып, жақсылап құмшекері ерігенше венчикпен араластырамыз. Вилкамен араластырсаңыздар да болады. Бір шар кесе айранға 1 шай қасық ас содасын саламыз. Соданың әсерінен айран көпіршіп көтеріле бастағанда жұмыртқалы ыдысымызға төгіп, жақсылап араластырамыз. Бір шар кесе ұнымызды қосамыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Және де 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Ол видеоға түспей қалыпты. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Түйіршік болмау керек. Мінекей дәл осындай сұйықтықта болу керек. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыз. Енді пісіретін ыдысымызды дайындаймыз. Менде әселпештің 4 бұрыш тапасы. Соған барлығын төгемін. Бетіне бір текіз қылып жайып шығамыз. Пешке 180 градуста 30-35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ керек. 1 шар кесе қаймағымызды құйып аламыз. Қоюлатылған сүтімізді қосамыз. Яғни сгущенканы. Менің балаларым тәттіні өте қатты жақсы көреді. Сондықтан менде сгущенка сәл көбірек болып тұр. Негізінде 2-3 қасық қоссаңыздар болады. Мінекей жұмсақ коржымыз толықтай пісіп шықты. Өте жұмсақ, өте нәзік. Суытып аламыз 10-15 минутқа. Мен осылай 2-ге бөліп аламын. Жөп жұмсақ, нәзік пирог болып табылады. Пирог ретінде осылай да ұсына берсеңіздер болады. Бірақ біз бұны қазір тортқа айналдырамыз. Ол үшін тағы да осы корждарды тағы 2-ге бөліп шығамыз. Сонда бізде жалпы саны 4 корж болады. Бұл торт ағайын туыстарымның дастарханынан табылатын сұранысқа ие ең хит торт десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тортымызды жинақтаймыз. 5-6 қасықтан жағып шығамыз. Бетіне жақсылап жағып, жиектерін барлығына тегізіп шығамыз кремнен. Мінекей тортымыз дайын. Өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Мен жай ғана дәнектерді сеуіп шықтым. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қою керек. Менде тоңазытқышта 1 сағаттай тұрды. Негізінде 5-6 сағатқа қойғандарыңыз дұрыс болады. Мінекей қараңыздаршы, өте нәзік көрінеді. Жөп жұмсақ. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
дәл сәтті шығатын рецепт. Каналымның дамуына үлес қосуыңызды сұраймын. Ол үшін тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.